Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Есік алардың алдындағы 5 қателікті қазір біз талқылаймыз. Егер де үйіңізге есік алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Материалды дұрыс таңдамау. Ағаш есік алатын болсаңыз, уақыт өте келе ісініп, қисайып кетуі мүмкін. Немесе ауыр есік алатын болсаңыз, ыңғайсыз және қолайсыз болуы мүмкін. Шешімі қай есік қай жақта тұратынын анықтап алыңыз. Екінші қателік баға қуып сападан ұтылуы. Арзан есік алсаңыз, бір жылдан кейін ауыстыруға тура келеді. Шешімі сапа ұзақ мерзімге қызмет ететін инвестиция. Орташа бағадағы сенімді өндірісті таңдағандарыңыз абзал. Үшінші қателік өлшемді дұрыс өлшемеу. Дайын есікті ала салайық деген оймен есікті алып, ертең қабырғаңызға сәйкес келмей қалуы мүмкін. Шешімі үйдегі проемді өлшеп, соған сай есік алуыңыз керек. Төртінші қателік ішкі наполнениеға қарамау. Әсіресе сыртқы есіктерде ішіндегі наполнение болмаса, үйдің іші суық және де іштегі дыбыс сырттай естілуі әбден мүмкін. Шешімі ішкі наполнениесі полиуретанмен қапталған және де ішінде минералды мақтасы бар есікті таңдаңыз. Бесінші қателік тек сыртқы дизайнына қарап есік алатындар өте көп. Сыртқы дизайн емес, құлпына да мән беріңіздер. Құлпы нашар болатын болса, ертең түсіп, сіздердің мазаларыңызды алуы мүмкін. Сыртқы дизайн емес, құлпына да өте қатты мән беріңіздер. Сонымен қатар, есік таңдау ұсақ шаруа емес, үйіңіздің жайлылығы мен қауіпсіздігі осы есіктерге байланысты. Қателіктерге ұрынбау үшін менің кеңестерімді есте сақтаңыз. Видеоны лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода есіктің түрлерін салыстырып көрсетемін. Кездескенше.